Украина тыш ишлер назерлігі ішғал етілген Қырымға Русия ейтінің қанунсыз ереті себебінден наразылығыны білдірді. Июньнің 5-інде ішғал мемлекетінің yüksek великелетлі шахысларының тақымы Русия Федерациясының федераль топлашывының Федерация Шурасының рейсі Валентина Матвиенко ile бірлікте Украинаның территориясы олған Қырымға барып келді. Бөлелікнен Украина қануниетіні ве халқара құқыны қаба суретте бозды. Дейлер назерлікте қайдетелер ки bu Кремль тарапынан Украина devlet mustaqilligim, БМТ nizamnamesi, БМТ Baş Asambleyasının beyannaması, Bakin beyannaması ve OBSE Parlament Asambleyasının beyannaması iki taraflama anlaşmalar boyunca mecburiyetlerinin ve halkara hukukun diğer kararlarının görmemezlikке urulmasıdır. Rusya Federasyasının tış işler nazirligine narazılık notası yollanıldı.